Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ әрі нәзік болып пісетін кекстің рецебімен бөлісетін боламын. Құрамы да өте қарапайым. Ол үшін бізге ұн, айран, бір жұмыртқа, шекер, ас содасы, сұйық май және какао қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға айранды құямыз, ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң шекер саламыз, жақсылап араластырамыз. Шай қасықтың 3/1 бөлігінде тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа саламыз, сұйық май құямыз, араластырамыз. Ұн мен какаоны қосып електен өткіземіз. Айранды массамыздың үстіне. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Венчиктің көмегімен осылай біркелкі болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осылай сұйықтау қамыр шығады. Одан соң осы қамырды кекстің формаларына құйып шығамыз. Форманың 3/2 бөлігіне құйып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. 25 минут өтті. Кекстеріміз дайын болды. Кекстің үстіне мен крем жасайын деп шештім. Дүкендегі дайын кремнен пайдаландым. 100 мл сүтке осындай кремді салып, жақсылап араластырып аламыз. Екі 100 мл сүтті ыдысқа құйып, отқа қоямыз. Осылай қайнап тұрған сүтке жаңағы сүтке араластырған кремді құямыз. Бір қайнағанша тындырмай араластырып тұрамыз. Одан соң бетін пищевой пленкамен жауып, суығанша бір шетке алып қоямыз. Суыған соң миксермен кішкене араластырып аламыз. Кондитерский мешокқа салып, кекстердің үстіне жағып шығамыз. Одан соң кондитерский посыпканы осылай сеуіп шықтым. Бұлай жасауыңыз міндетті емес, кремсіз де өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кекстер өте нәзік, сондай жұмсақ болып піседі. Баршаңызға ас болсын.